алған жарың жақсы болса. Қаз дауысты Қазбек ел аралап жүріп бір үйге түсіпті. Ерінің үйде жоғына қарамастан, әйелі қонақтарды жақсы күтіпті. Сонда Қазбек, әйелі мұндай, мұның ері қандай екен деп тамашалап, жүре қоймай отырғанда үйіне ері келеді. Қараса, ері ұя беріктеу ғана адам екен. Қазбек әзілдеп, жолдастарына қарап былай депті: жарандар, бұл сөзімнің мәнісі бар. Мәнсіздің мәндіменен несі бар? Құданың құдіретіне қарап тұрсам, жапалақ үйрек алған бірісі бар. Сонда әйел Қазбектің сөзіне түсініп қалып: биеке, ол сөзіңнің мәнісі бар. Мәнсіздің мәндіменен көбісі бар. Жапалақ ілген құсын місе тұтпай, әлде де қоңырғаздан дәмесі бар депті. Сонда Қазбек әйелге риза болып: балаң жаман болса, көрінгеннің мазақ емес пе? Атың жаман болса, шыбын жанның азабы емес пе? Қатын жаман болса, бұл жалғанның тозағы емес пе? Туған балаң жақсы болса, тән мен жанның шырағы емес пе? Мінген атың жақсы болса, бұл дүниенің пырағы емес пе? Алған жарың жақсы болса, жиғаның мен мейрамыңның тұрағы емес пе депті.